Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір қазақ тілі сабағы бөлім мамандықтар әлемі. Бүгінгі сабақта біз біріккен сөздер тақырыбымен танысамыз. Балалар, сендер бүгінгі сабақта біріккен сөздің жасалуын үйренесің, тірек сөздердің көмегімен монолог құруды меңгересің. Сонымен қатар біріккен сөздердің жасалуына байланысты бейне жазбаны қарайық. Қайталайық. Біріккен сөздер. Екі не одан да көп түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін күрделі сөздер біріккен сөздер деп аталады. Мысалы, Көкшетау, Екібастұз, Қаламқас. Жер, су аттарын білдіретін біріккен сөздерде қатар келген екі дауысты дыбыс сақталып жазылады. Мысалы, Сарыағаш, Шилөзен, Әулие ата. Екі түбірден бірігіп жасалған кісі аттарындағы қатар келген екі дауысты дыбыстың бірі түсіріліп жазылады. Мысалы, Торайғыр, Мырзәлі, Қожахмет. Кейбір біріккен сөздер өзгерген қалпында айтылуы бойынша жазылады. Мысалы, жаздыгүні, Ботагөз, Қолғап. Біріккен сөздер екі не одан да көп түбірден құралады. Бір мағына береді. Бірігіп жазылады. Бір сұраққа жауап береді. Балалар, білімімізді шыңдау үшін иә жоқ ойынын ойнайық. Дұрыс жауапқа иә, бұрыс жауапқа жоқ деп жауап бересіңдер. Уақыт кетті. Жақсы балалар, қалам күрделі сөз жоқ. Әке шеше қос сөз иә. Алабота біріккен сөз иә. Тасбақа қос сөз жоқ. 25 күрделі сөз иә. Жарайсыңдар балалар. Сендер де осылай орындады деп ойлаймын. Ендеше мына сұрақтарға жауап беріңдер. Кен орындарын табумен кімдер айналысады? Қазақ халқынан шыққан геологтардан кімдерді білесіңдер? Балалар, осы берілген екі сұраққа жауап береміз. Жақсы балалар, дұрыс айтасыңдар. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Шын есімі Ғабдулғани. Профессор, академик, геолог, ғалым. Жақсы балалар, келесі оқулықтағы 30-шы жаттығуға қараймыз. Мәтінді тыңда. Қазақстан пайдалы қазбаларға бай. Ол жер асты байлығының қоймасы деп бекер айтылмаған. Бізде жер жүзінде кездесетін пайдалы қазбалардың барлық түрі бар. Пайдалы қазбаларды өндіру үшін алдымен оның шығатын орнын табу керек. Мұндай кен орындарын іздеумен геологтер айналысады. Олар әртүрлі техникалық құралдарды пайдаланады. Табылған пайдалы қазбалардың шығатын жерін шартты белгілер арқылы картаға түсіреді. Балалар, осы оқулықтағы 30-шы жаттығуда сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға мұқият жауап бере қойыңдар. Жақсы балалар, оқулықтағы 31-ші жаттығуға қараймыз. Жер су атаулары мен олардың шығатын пайдалы қазбаларды сәйкестендір тапсырмасы берілген. Біріккен сөздерді тап. Яғни бірінші сәйкестендіреміз.
Жақсы балалар, жарайсыңдар. Сендер де осылай орындады деп ойлаймын. Өзімізді тексеріп аламыз. Жақсы. Келесі бізде тапсырма үлгі бойынша 3-4 сөйлем құрастырып жазу тапсырмасы берілген. Үлгіде көрсетілген арқалықта алюминий өндіріледі. Келесі сөздерді өздерің құрастырасыңдар сөйлемді. 33-ші жаттығу. Бұл жерде тірек сөздермен монолог құрап жаз тапсырмасы берілген. Тақырыбы мен геологпын. Тірек сөздер мен геолог, жер асты қазбалары іздеп табу, оның қорын анықтау, кен байлықтары, қазақтың игілігіне жарату, армандау, ерейментау, ақсу, жезқазған, кенттау, мақтан ету тірек сөздер берілген. Және жоспар, 3 жоспар қарастырылған: жер асты қазбаларын іздеу, халық игілігіне жарату, Қазақстан байлығын мақтан ету. Дескрипторы: сөздер мен тірек сөздерді орынды пайдаланады, қатесіз жүйелі жазады, жоспарлардан ауытқымайды тапсырмасы. Ал енді балалар, келесі тапсырма жалғасын тап ойыны. Бізде сөздер берілген. Осы сөздерден жалғасын тауып, біріккен сөздерді құрастырайық. Уақыт кетті. Жарайсыңдар балалар. Ал енді өзімізді тексерейік. Мүйіз, тұмсық, суық торғай, көлбақа, жолбарыс, алты бақан, аққу, жеті қарақшы, бір қазан. Сендер де тура осылай орындады деп ойлаймын. Жақсы балалар. Бізде қазақ тілі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.